армысыздар. Бүгін жас үлкен адамдардың жасына сай емес жасайтын тірліктер туралы әңгіме айта кетсем, мынау тәжірибелерде көбінесе қалада байқасаңыз, жер үйлерде де бар ондай үйдің жанында мынандай сәкіге отырып алады, скамейкаға. Орыстың кемпірлері көбіне сөйтетін еді. Қазір енді қазақтың кемпірлері де сондайға көшіпті. Орысша оқыған, өздерінше шаштарын сап-сары бояп алған. Түріне де жараспайды, қазақи болмысына да жараспайды. Орысша сөйлеп, былапыттап, сол орыстан үйренгенін, соны бар сіңіргенін, соны оларға шығып жатыр. Одан кейін орысша оқығанда сондай апаларымыз, жастар қазір 50-ден 60-тан асқан, қой дегенге қоймайды. Мен мысалға, мен де жас емеспін, 30-дан астық, 40-қа келіп қалдық деген сияқты. Мен мысалға, менімен біреу араласқысы келмесе, менімен біреу сөйлескісі келмесе, менімен біреу сұрағыма жауап бергісі келмесе, аяғымды аламды, ары қарай ол адаммен сөйлескім келмейді. Жоқ, мына жерге амандасып өтіп кетсем де, бір жеке өміріме қол соғып, мынау не екен түсінем, өзімнің кінәм, адамдарды жақын тартам, жаныма жақын, бауырыма тартам. Бірақ неге жас үлкен адамдар мейірімен, жас үлкен адам тәрбиесімен, мәдениетімен, көргендігімен неге сондай іс-қимыл болмаса іс-әрекет жасамайды? Неге кішіге ізет болмаса, қамқорлық болмаса, жаңағыдай мейірімділік неге солай жасамайды? Үлкен адамдық, үлкен деген жасы бар емес па? Қазақтың үлкендігі деген, қарттығы деген қайда кетті сонда? Неге мен жас болып тұрып, сол үлкен адам, сен үлкенсің, олай отырып алып, олай былапытты өсектей берме, болмаса олай ондай іс-әрекет теріс ағым жасай берме деп, неге мен жас сөйтіп айтуым керек? Жоқ, қазақшылығым жоғалып кеткен соншалықты, бірақ нақұрыстық неге басым деймін да? Орыстарда да бір өзін бір мәдениет, енді мәдениетсіз, бірақ неге нақұрыстыққа жақын болып кеткенбіз? Үлкені болсын, кәрісі болсын, жасы болсын, нақұрыс. Етек жеңдерді жинасаңдар кішкене, мен мәдениетті үйреткеннен гөрі адамгершілік, адамдық сана деген болу керек қой. Не болып баратырмыз сонда? Айван болып баратырмыз ба?